Бірден осыны алпыспаймыз. Шодовайға Шашқыдырбайымыздың Алтын ауданы ауыл мектеп гимназиясының жетімен бірге оқыған көп баласын көп нәрсеге үйренуге келіп қалып осы жерге сіздермен танысқаныма қуаныштымын. Көшірова Бақтықожа Жұмабекова, мен Алға ауданынан нөмір 3-ші Алға қазақ орта мектебіне келдім. Үнемі жақсылыққа жаным бар, ізденіп жүрдім. Сондай үлкен мақсатпен шебер классына келгеніме өте қуаныштымын. Сіздермен танысқаныма өте қуаныштымын. Айгерова Бжаханин баянса Шалқарда 5-ші мектеп лицейінің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі. Гүлзипаның жақын құрбысы берді болады. Көп жылдан бергі танысы. Жаңа ауылдың жетістіктері, жаңалықтары, жаңашыл тұстарының барлығы бізге таныс. Шығармашылық табыс тілеймін. Шабық Менің есімім Гүлнұр Ерболатқызы. Мен 20-ші мектеп лицей, осы мектебімнен келдім. Бұрын қазақ мектебінде істегеннен кейін жақсының жақсылығын айтып ортасын деп Гүлзип апайымыздан алған үлкен жетістіктеріміз көп болды. Соның арқасында облыс көлемінде ғылыми тәжірибе орталықтан танылдық. Қазір де жоғары жетістіктерді көрсетудеміз. Жалпы ізденімпаз, өзін көрсете білетін ұстаз осындай шығармашыл болу керек. Сізге сәттілік, сізбен мақтанамыз. Біздің киелі қара шаңырағымыз. Осындай тағы шаңырағымызға төркінімізге келгенімізге қуанып жатырмыз. Мектептеріміз биіктен көріне берсін. Рахмет. Әріптестермен танысқаныма өте қуаныштымын. Біз бір жылдың ішінде бір отбасы қара шаңырақ болып сіздермен жақсы жұмыс жасайтын деп ойлаймыз. Алға тек рахмет сіздерге. Жасында туған бұл Құнанбайды? Құнанбай Абайды? Ұстадар Абай әкесі. Қайта ойлап тұрмын, 42 жылға. Ой, ана жылдармен сандармен мы демес керек. Жеміт деген сөз. Абай әкесі Абай әкесі бабай неше жасында туған? Не болды да бір келді. Басынан бастап сенен не болып жатыр соны? Ескендір поэмасы деп басты. Жоқ, Абай Құнанбайды. Жоқ, арбасы дейді, енді Әкесі Құнанбай, 100 жасында дүниеге бүгінгі отырыстан, бүгін бірінші отырысымыз ғой. Алған әсерлеріңіз және қандай жаңалық үйрендіңіздер? Үйрендік бір жаңалық. Әдіс тәсілдерді үйрендік. Алған әсеріміз 2, 3. батыр жеңе бұл. бастан бір сұрақ қояйын, иә? Логический болуы мүмкін енді ондай, білмеймін енді. Осы бір ауыл мектебіне келдіңіз, ситуациялы сұрақ. Алдарында ешқандай компьютер жоқ, монитор жоқ, ешқан жоқ, басқа жоқ бүгінгі күні. Енді сіз ашық сабақ өткізуге қамданып отырсыз. Не істей аласыз, бірақ ақылды қолдану керексіз. Жоқ, телефон, ештеңе жоқ. Ауылдық жерде интернет жоқ, не істейсіздер? Ситуация бастан өтті. Ондай жағдай. Қалай шығасыз? Ауылда. Кеше интернетте бір мұғалім шықты ғой, жаңа ашық сабақ болайын жатқан кезде 112-ге сол бомба бар деп айтып жүрейін. Ол да шынымен ситуацияда шығып.
Тақтамен бар ғой, тақтамен бар, қағаз. баяғыда жаңағы осыдан осы компьютердан шығып жатыр ғой, ақ компьютермен ситуациядан шығатындай дейін. Содан коробкаға мынандайға біз қиып алып өткізгенбіз. Сосын ана жерге балдар қайсың ба сосын? Апайна не жаңағы не құратын кезде, жаңағы слайд құратын кезде мынаны PowerPoint жазам, бүйтіп шығарамын деп ше, ана мұғалімдер осы істеген. Ол кезде ана просто компьютер ғой біздерде. Сосын ана қолдан бірақ өтуіміз керекпіз, ақытын білдіру, ана балаға білгізуіміз керекпіз, үйрету керекпіз. Сондай бір ситуация болған. Мен бір ситуация айтайын. Мен Баян ауданына барғаннан кейін мен қызыма өзіме интернет желісі жоқ, мен дискіге қазақша мультфильмдерді, қыз емес ұлым ол кезде сол 20 шақты мультфильм жинақтадым, арнайы Ақтөбеден жаздырып алып келемін дискіге. Сосын мен тамыз маслихатына бірдеңе саудаға жақында алмайды, 500 теңгеден сон ауылдың мұғалімдеріне саттым. Енді ол да ақпараттық, ана неше түрлі ертөстік ертегісін, енді әйтеуір дискіге салып, уже ноутбугымен өзіне көрсетейін деп, сондай идеямен өзім солай алып шыққан кезім болды. Жаңағы енді ақпарат өзі ноутбугым бар, әйтеуір оған ешқандай кедергі емес. Сосын жаңағы Гүлжахан апа жаңағы PowerPoint слайд түрінде біз енді дайындадық қой. Мына бүйтіп тақтаға көтеріп қоямын да, ана видео бар ғой, соған көрсетіп мұғалімдерге сөйтіп ашық сауал. Апай, нанбасар бір жүгіріп келіп балаларына аламын да, тақтаға қағазға шығарып қойып, қазір мынаны өтеміз, ана жұмысты жасаймын, PowerPoint қылып жасаған кездеріміз болды. Ауылда өмір сүрсеңіздер бәрін жоқтан бар шығар. Мынандай сөз бар екен, мына Гандидің өмірді өзгерткің келсе өзің өзгер деп. Шынымен ең алдымен өзіміз өзгеруіміз керек, осы мотивация болсын бізге. Тағы бір етап кеттік. Так, Я ойласам. қыздар жеңіле беріңдер. Жеңіл қала бермейді. Жүйіліп қала берді. Жеңіл саны. Бір, екі, үш. Неге майысып қалдыңдар? Мына кісіге білмеймін, осы өзіне ұқсайтын ба? Жоқ, қарақтырса видеомызге бар ғой. Жай мінезді адамдар.